Сәлем достар, сіздермен бірге мен Нурик. Бүгін мен сіздерге Уроки гармонии фильмін қысқаша айтып беретін боламын. Фильмнің басты кейіпкері 13 жасар Аслан. Бала кезінде оны анасы нағашы әжесіне тастап кеткен болатын. Сол кезден бері Аслан әжесімен бірге ауыл шетінде тұрып келеді. Келесі сценадан медосмотрға келген мектеп оқушыларын көреміз. Арасында Аслан да бар. Ол дәрігерлердің тексерісінен өтіп, қан мен зәр тапсырады. Сосын урологқа соңғы боп кезекке тұрады. Бір кезде оның жанына Болат есімді бала келіп, "Не тұрып тұрма?" деп сұрайды. Аслан "иә" деп жауап берді. Болат: "Сол жерде стаканда су болады. Ішіне химикат қосылған. Ішесің, моментально жатып қалады", дейді. Негізінде стакандағы суды ішпейді. Суды жыныстық органда түсіру үшін қолданады екен. В общем, түсіндің деп ойлаймын. Асланның кезегі келді. Дәрігер жатпаған үшін сызғышпен ұрмақ болды. Аслан Болаттың сөзін еске түсіріп, суды ішіп қояды. Бұны сырттай бақылап тұрған Болат пен басқа да балалар жыртылып күледі. Коктейль қалай екен? Сыртқа шыққан Аслан бәрін түсініп қойды. Ол үйіне келе салысымен аузын шаяды. Сосын үйінен әлгі стаканды көріп ашуланып шағып тастайды. Асланның әжесі ет сатумен айналысады екен. Байқағанымыздай, олар өте кедей өмір сүреді. Келесі күні әлгі Болат мектептегі балаларды жинап, барлығын Асланға қарсы қояды. Сондағы әлгі суды ішкені үшін Болат өзімен қатарлас және кіші балаларды басқарады. Ол Асланмен араласып, достасқан адамның дәл сол секілді шектетілетінін ескертеді. Сабақта Асланның жанында отыратын бала орнын ауыстырды. Аслан мектеп асханасына келді. Дәл сол сәтте асханаға ыдыс жуушы келіп, стакандарды сүрте бастайды. Стакандар Асланға әлгі оқиғаны еске түсірді. Кешке Асланның әжесі балгерге келіп, бала не себепті үнемі көңілсіз жүреді деп сұрайды. Ол немересін қатты алаңдайды. Келесі күні Аслан сабаққа бара жатып, кесіртке ұстап алды. Ол сөмкесінен банка шығарып өзімен алып кетеді. Мектепке Мирсайын есімді жаңадан бала келді. Ол мектепте барлығының Асланнан қашақтайтынын білмейді. Мирсайын қаладан уақытша келгенін айтып, Асланмен танысып алды. Бұл уақытта Болат достармен бірігіп, ақша келмегендер үшін өзінен кіші балаларға әлімжеттік көрсетуде. Соңында Мәди есімді баланы есектеп кемсітіп, аяғынан тебе бастайды. Мәди ауыратынын айтып тоқтатуын өтінді. Алайда қатыгез Болат аяушылықты білмейді. Болат оғанда дереу ақша тауып әкелгенін бұйырды. Мирсайын Асланның жанында отыр. Басқа балалар болса оған тесіліп қарап тұр. Сцена Шоқан деген жігітке ауысты. Ол мектептегі балалардан заттар мен ақша жинап, түрмедегі жігіттерге көмек ретінде апармақ екен. Шоқанға Болат келіп, әлгі балалардан жинаған ақшаны тапсырды. Технология сабағы. Сыныптағы балалардың бірі Мирсайынға келіп, біреулерден келіп тұрғанын айтады. Сөйтсе ол Болат екен. Болат оған біздің балаларды қағады екенсің деп деседі. Сосын төбелес орын алып, технология мұғалімі оларды ажыратып алады. Сосын сабақ ортасында төбелескен үшін сынып жетекшісі келіп ұрсады. Сабақ біткесін Асланға Мәди келді. Сосын "сен негізі жақсы баласың, бірақ Болат сенімен араласқанды өлтірем" деді, деп не үшін сөйлеспей жүргенін айтады. Сосын балағын көтеріп, Болаттың кесірінен көгеріп кеткен аяғын көрсетеді. Аслан оның туфлиін көріп, "мынаумен қалай жүрсің" деп сұрақ қояды. Мәди оған фирменный кроссовкалары бар екенін айтты. Тек Болат тартып алады деп оларды кимей жүр екен. Кешке әжесі Асланға "бұл сені әрқашан қорғап жүреді" деп тұмар сыйлайды. Асланның үйі ескі болғандықтан таракандар өте көп. Ол жәндіктерді тірідей жинап, кесірткесіне берді. Сосын тарақанның бірін сымнан жасалған орындыққа отырғызып, тоқпен қинайды. Осы кезде біз оның садист екенін аңғарамыз. Бұл Дамир мен Тахир есімді 11-ші сыныпта оқитын егіздер. Дәл қазір мектепке осы екеуі қарайды екен. Олар ақшаны уақытымен әкелген үшін Болатты мақтайды. Болат оларға мектептегі кейбір балдардың Шоқанға жинайтынын айтты. Өзі де жинап жүргенін айтқан жоқ. Дамир мен Тахир біздің браттардың бәрі бостандықта деп Шоқанға ештеңе бермеу керектігін түсіндірді. Алғашқы әскери сабағында мұғалім қолына оқты ұстап, қалай жұмыс жасайтыны туралы түсіндіруде. Мирсайынның карандаш жоқ екен. Аслан оған өзінікін береді. Сабақ аяқталғасын Болат Мирсайынды жекпе-жекке шақырды. Аслан әжетханаға келіп, қанын жуып жатқан Мирсайынды көреді. Ол досына құлап қалдым деп өтірік алдайды. Сабақтан соң Аслан Ақжан есімді сыныптасын үйіне шығарып салғысы келді. Бірақ та Ақжан қарсы болды. Келесі күні Мәди өткенде айтқан кроссовкиін киіп келеді. Ол Асланға келіп мақтанады. Бірнеше күннен соң егіздер мектептен ақша жинап жүрген Шоқанды ұстап алып өлтіріп сабайды. Сосын ақшаны Болаттың өзі де жинап жүргенін біліп, оны да ұрады. Келесі күні Аслан сабаққа келіп, жылап отырған Мәдидің анасын көреді. Мәди аяғы ісіп ауруханаға түскен екен. Тіпті аяғын кесіп тастауы да мүмкін. Бұл Болаттың ісі екені белгілі. Ол жаңа аяқ киімге мәз болып футбол ойнап жүр. Сабақ біткесін Аслан күзетшінің жанына келді. Сосын әскери дайындық кабинетінің кілтін ұрлайды. Бала үйіне келді. Оның қолында оқ бар. Аслан көп созбай тапанша жасауға кірісіп кетеді. Және де тапаншасы дайын. Келесі күні сабақ ортасында сынып жетекшісі келді. Сөйтсе Болат Асланның сыныбына ауысқан екен. Ол қуанышты.
Мұғалім зертханалық жұмыс жасаймыз деп оқушыларға стакандар таратады. Бұл стакандар Асланға таныс. Ол шыдай алмай құсып жіберді. Бұны көрген Болат орнынан тұрып, «Ей, сілімтік, шығып кет класстан» деп балағаттайды. Мирсайын шыдай алмай оны ұрып құлатады. Сабақ біткесін Болат достарымен жабылып Мирсайынды ұрды. Сосын сен де енді Аслан секілді жалғыз боласың дейді. Мирсайынды Аслан байқап жанына келді. Ол ештеңе сұраған жоқ, не болғанын өзі де біледі. Бұл уақытта Болат футбол ойнап жүр. Ал Аслан кабинетке келіп тапаншасын оқтайды. 3 күн өткен соң Болаттың мәйіті табылды. Тергеуші Асланның сынып жетекшісін шақырып, кабинетінен оқ табылғанын айтады. Оған қоса Болаттың жаңа сыныпқа ауысып, 2 баламен жанжалдасқанын біледі екен. Болаттың мойнынан автокарандаштың ұшы табылған. Тергеуші әйелге күдіктілерді алып келуін бұйырды. Сынып жетекшісі Аслан мен Мирсайынды әкелді. Тергеуші екеуіне көптеген сұрақтар қойып, екеуінің де Болаттан жәбір көргенін біледі. Тергеуші екеуінің геометрия дәптерін тексерді. Екеуі де Болаттың мойнынан табылған карандашты қолданған екен. Қылмыс орын алған күні Аслан Мирсайынды үйіне шейін шығарып салып, үйіне кеткенін айтты. Мирсайын бұны растады. Полицейлер келіп балаларды тексерді. Екеуінің де киімдерінен қанның ізі табылды. Тергеуші екеуін де изоляторға қамауды шешті. Полиция бөлімшесінде тек бір ғана камера бар екен. Олар екеуін де бір камераға қамауды шешті. Тергеуші Болаттың қалай өлгенін біледі. Оған қоса Асланның да Мирсайынның да Болатты өлтіруге себептері бар. Екеуінде де бірдей карандаш және қанның іздері. Енді тергеушілерге қылмыскердің кім екенін анықтау қалды. Камерада Мирсайын сенбей өлтірген деп сұрақ қойды. Аслан мен емеспін деді. Келесі күні тергеуші екеуінде жеке-жекеден шақырып сұрақтар қойды. Алайда екеуі де Болатты өлтірмегендерін айтады. Тергеуші күш қолдануды шешті. Олар балаларды түрлі жолдармен қинап, істі мойындатпақ болады. Бірақ та бұдан ешқандай нәтиже шықпады. Екеуі де іске қатысы жоқтарын айтып ақталуда. Бірнеше күннен соң камераға сынып жетекшісі келді. Бөлмеде Мирсайын жоқ. Сынып жетекші баланы сахнаға келді. Сосын оны орындыққа байлап тағы да қинайды. Аслан камерада жалғыз отыр. Оған кешкі асын әкелді. Аслан тамағын ішті. Сосын қасықты қайрап пышақ жасап алады. Амалы таусылған тергеуші істі басқаша түрде жабуды шешті. Ол Мирсайынға, сенің өлтірмегеніңді білемін. Осы қағазға Аслан мені үйіме шығарып салғасын, мектепке қарай кетті деп жаз. Сол кезде сені босатам дейді. Мирсайынның басқа амалы болған жоқ. Мирсайын камераға келді. Аслан өтірік ұйықтап жатыр. Бір кезде Аслан пышақты алып мойнына тығады. Келесі күні тергеуші екеуін бір камераға қамаған үшін полицейлерге ашуланды. Сөйтсе Аслан сұмдық жоспар құрыпты. Қысқасы Аслан өзіне пышақ тыққан болатын. Оның қансырап жатқанын көрген Мирсайын көмекке келеді. Аслан кенеттен шап беріп, Мирсайынның басын темір кроватқа соғып өлтіреді. Аслан мойнынан не үшін пышақ тықты? Сөйтсе ол Болаттың мойнына карандаш тыққан болатын. Аслан полицияға, Мирсайын маған шабуылдап мойныма пышақ тықты. Мен бар болғаны қорғандым деп ақталады. Енді бәрі Мирсайынды қаншер деп ойлайды. Полицейлер не істерін білмей қалды. Олар Асланның қаншер екенін білсе де, ештеңе істей алмайды. Полицейлер егіздерді тұтқындады. Енді мектеп қараусыз қалды. Мектепті басқа мектептің балалары басып алды. Шоқан болса емін-еркін кіріп, греф жинап жүр. Аслан ауруханада. Ол әлгі стаканнан су ішті. Бір қызығы жүрек айнаған жоқ. Ауруханада Мәди бар. Оның аяғын кеспеген екен. Осылайша Болатты өлтірген Мирсайын болып тіркеліп, Аслан бостандыққа шығады. Фильм аяқталды. Егер де ұнаса лайк басып, комментке осы күні туралы ойыңызды жазып кетіңіз. Арнамыздан шығатын келесі видеоларды жіберіп алмас үшін тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Сіздермен бірге болған мен Нурик. Келесі кездескенше.